Ал ондай болса, өзін танудағы ең алғашқы сабағымызға да кірісейік. Сіздерге теория, өзін тану жалпы қайдан басталды, кім оны зерттеді деген сұрақтарға жауап бермес бұрын, ең алдымен сіздермен кішігірім жаттығу жасасақ. Қазір дәл алдарыңызда мынау презентацияда көрсетілген 5 фигураның біреуін таңдайтын боласыз. Бұл таңдаған кезде сіз міндетті түрде ұзақ ойланудың қажеті жоқ, тек қана мына фигура маған ұқсайды ау, немесе мына фигура маған ұнап тұр деген тек қана интуитивті ортада ғана осы 5 фигураның біреуін таңдаңыздар. Кейін осы 5 фигураның біреуін таңдағаннан кейін сізде енді 4 фигура қалып отыр ғой. Енді қалған 4 фигурамен де тура сондай қабілет жасауыңыз керек. Яғни қалған 4 фигураның қайсы сізге ұнайды, соны жазыңыз. 3 фигура қалғаннан кейін үшеуінің біреуін таңдаңыз, екеуін біреуін таңдаңыз. Ең соңынан қалған фигура ол сізге ең жат, ең бір мынау маған келмейді ау деген фигура болу керек. Жалпы сіздер осы жаттығуды орындағанша, сіздер міндетті түрде курс барысында дәптер және қалам алғандарыңыз жөн. Себебі қазір курс барысында бірнеше инсайттар алған кезде, бір идеялар болып, немесе сұрақтарыңызға жауап алған кезде, егер оны жазып алмасаңыздар, онда бір жаңа идея келген кезде алғашқылары ұмыт болып жатады. Сондықтан курстың пайдалылығын арттыру мақсатында міндетті түрде дәптер мен қалам алып отырыңыздар. Ал ондай болса, сіздерге жаттығуға қайтадан оралайық. Мысал ретінде ғана сіздерге жаттығу барысында мен қандай 5 фигура таңдадым, соны мысал ретінде келтірейік. Алдарыңызда мұны 4 квадрат, 3 бұрыш, шеңбер, тік төртбұрыш және зигзаг тұрса, соның ішінен меніңше мысалы маған 3 бұрыш ұнап тұр дедім. Ең алғашқы фигураны 3 бұрышты сыздым. Ары қарай мысал ретінде шеңбер, квадрат, тік төртбұрыш және ең соңғы зигзаг болды делік. Ондай болса, сіздерге әр фигура нені сипаттайды, сіздің қандай қабілетіңіз бар екенін айтады, сол туралы тоқталып айтып өтейін. Ең алғашқы фигура, сіз таңдаған ең алғашқы фигура сізде квадрат болса, яғни 4 қабырғасы да өзара тең болса, онда бұл фигураны таңдаған адамдар көбінесе өте еңбекқор адамдардың қатарына жатады. Бұл кісілер квадраттың 4 қабырғасы ретінде өте тұйық және де бұрыштары тік болғандықтан, бұл кісілер өте жүйелі жұмыс жасағанды жақсы көреді. Кезек-кезекпен жұмыс жасаған жақсы көреді. Яғни әрбір процесс қадамымен болғанды талап етеді. Мысалы, бірінші қадам орындалды, екінші қадам орындалды, С үшінші қадам орындалды деген секілді әрбір нәрсенің жүйелі болғанын қалайды. Одан басқа белгілі бір іске кірісіп айналса, ол кісілердің еңбекқорлығы мен шыдамдылығының арқасында олар кез келген істі аяғына дейін жеткізуге тырысады. Сондықтан сіз егер квадрат таңдаған болсаңыз, онда сіздің бойыңызда осы қабілеттер жақынырақ сізге келуі керек. Ары қарай кеттік. Егер керісінше сіздің ең алғашқы бірінші фигураңыз 3 бұрыш болса, онда 3 бұрыш таңдаған адамдардың бойында көбінесе мынау лидерлік қабілет қаттырақ көрсетіледі. Одан жауапкершілік көбірек алады ол кісілер. Бірақ 3 бұрыш таңдаған адамдар, бұлар көбінесе өзінің ойының шын екеніне, дұрыс екеніне қатты сенеді де, бұл кісілермен көбінесе спорды ешқалай ұту өте қиынға соғады. Себебі ол кісілер өздерінің ойын өзгертпейді. Өзінің сенген, квадрат таңдаған адамдар, олар көбінесе кезекпен жүйелі түрде және де заңдылықтың сақтағаны маңызды болса, 3 бұрыштарда керісінше бұл кісілерге негізгі ой, мақсат, идея сол өте маңызды болып табылады. Сондықтан 3 бұрыш таңдаған адамдарда көбінесе мынау осы жаңа сипаттап айтқан қабілеттер көбірек тән болады. Ал кеттік ары қарай, 3-ші фигура бізде шеңбер. Мына шеңберді таңдаған адамдар, яғни ең бірінші шеңберді қойған адамдар, бұлар көбінесе өте гармонияға жақын болады. Себебі басқа фигураларға қарағанда ол фигураның ешбір үшкір бұрыштары жоқ. Өте шеңбер бұл адамдармен коммуникацияға жақсы адамдардың қабілетін сипаттап жазады. Одан басқа шеңберді таңдаған адамдар, бұлардың ең негізгі құндылығы адам. Яғни адамды ренжітіп алмау, адамды жақсы сезіну, бұл қабілеттер шеңбер таңдаған адамға тән болып табылады. Ары қарай кетсек, бізде енді тік төртбұрыш бар. Тік төртбұрышты таңдаған адамдар, енді бұл көбінесе қабілетті сипаттауға арналмаған. Бұл тек қана уақытша бір ситуацияны ғана көрсетеді.
яғни егер сіз тік төртбұрышты таңдаған болсаңыз, мүмкін сіз қазір бір түсініксіз бір шешім қабылдай алмай, немесе бір қиын жағдай, стресстік жағдайда болған кезде адамдар көбінесе ең алдымен осы тік төртбұрышты таңдайды. Бұл ешқалай уайымдамаңыз, бұл ешқандай жаман нәрсені білдірмейді, бұл тек қана дәл қазіргі ситуация мүмкін сондай. Ал сіздің бойыңыздағы мықты қабілет, бұл тік төртбұрышты таңдағаннан кейін екінші фигура сізде қандай тұр, сол фигураға қатысты сипатталған қабілеттер сізге жақынырақ болады. Ал енді соңғы фигура бізде зигзаг қалып отыр. Бесінші фигура, қарасаңыздар, тек қана зигзаг ол тұйық фигура емес, қалғандардың барлығы тұйық болса, зигзаг тұйық емес. Бұл көбінесе бұл адамдар өте креативке жақын адамдар болады. Және де көбінесе бұл кісілер глобалды түрде картинаны көрген жақсы көреді. Басқа кісілерге қарағанда бұл кісілердің ойлау жүйесі сол логикалық мышление емес, керісінше креативті мышленияға жататын адамдар болып табылады. Енді жалпы осы кішігірім жаттығудың аясында, барысында сіздер өздеріңізді сәлде болса жақынырақ танып қалдыңыздар деген ойдамын. Егер жаттығу жасасамаңыздар, міндетті түрде қайталап жасаңыздар. Және де не үшін 5 фигура, және де қарап отырсаңыздар, әрбір сипаттаған фигураға байланысты сіз бірінші қойған фигураға қатысты заттар ол сізде көбірек бойыңызда алады. Екіншісі оған қарағанда азырақ, дегенмен де ол да сізде болуы мүмкін. Үшіншісі, төртіншісі тура сол 5 фигураны қойғанда ең соңына қарай сізде ол қабілет азырақ көріне бастайды. Енді бұл тест қайдан шықты, сіздер ойламаңыздар, бұл 5 фигураны мен дәл қазір аспаннан алып, мысалы сіздерді тексеру мақсатында жасалынып жатқан жаттығу емес. Бұл сонау 1800 жылдар дүниеге келген Сьюзан Дейлингер деген американдық өте мықты психолог әйел адам бар. Ол кісі осы тестті, психогеометриялық тестті ойлап тапқан, және сол кісінің еңбегінің арқасында осы тестті қазір Америка, Европа мемлекеттерінде HR мамандары өте көп қолдануда. HR маманы дегеніміз бұл жаңағы жұмысқа алып, жұмыс орнын беретін бөлімдердің бірі болып табылады. Және де мысалы ретінде сізге құр сұрақ қойсам, сіздің кәсіпкер болсаңыз, сіздің жұмысыңызға басқаратын бір бос орын бар делік. Және осы тестті өткеннен кейін сіз қай фигураны бірінші орынға қойған адамды жұмысқа аласыз. Егер сіз мұқият оқып тыңдасаңыз, онда жауап 3 бұрыш. Яғни 3 бұрыш таңдаған адамдарда басқару қабілеті қатырақ көрінетін болады. Енді сіздер бұл тестті жаттығуды үйреніп алғаннан кейін, егер болашақта жұмысқа тұру мақсатында бұл фигураларын орын ауыстырудың қажеті жоқ. Себебі қандай тест болмасын, қандай өзін тану маманы болмасын, қандай психолог мамандар болмасын, ол кісілер сіздерге ең басты ұсынатын ұсыныстардың бірі бұл өзіңіздің мықты жақтарыңызға көбірек көңіл бөлу. Сондықтан егер сіздің бірінші орында квадрат болсын, 3 бұрыш болсын, шеңбер болсын, сіз өзіңіздің бойындағы тән қабілеттерді біле отырып, соларды дамытсаңыз, сіз өзіңіздің тиімділігіңізді одан арман дамытатын боласыз. Өзін тану саласын тек қана Сьюзан Дейлингер емес, бұл саланы өте көп ғалымдар зерттеген. Сонау Карл Густав Юнг өзінің жұмыстарында, өзінің ғылыми жұмысында адамдарды 4 психотипке бөледі. Ол адамдардың қабілетіне байланысты, ол логик, сенсорик, интуит және эмоционал деген секілді 4 типке бөледі. Бірақ ол Юнгта жалғыз емес, сонымен қатар мысалы Александр Лоуэн деген ғалым кісі бар. Ол адамдарды дене бітіміне байланысты психотиптеріне бөлген. Одан басқа тағы да ғалымдарды айтатын болсақ, Вирджиния Сатир атты әйел адамның зерттеген жұмыстарына байланысты өте көп әртүрлі жұмыстар жүргізілген болатын, әртүрлі тесттер, адамды өзін тану барысында
өте көп еңбек атқарып кеткен. Одан басқа мүмкін сіз де мынау бестселлер кітапты танитын боларсыз, яғни люди, которые играют в игры, и игры, в которые играют люди деген секілді өте бестселлер танымал кітаптардың бірі. Оның авторы Эрик Берн болып табылады. Ол да адамдарды өзінің ұстауына байланысты 4 типологияға бөледі. Ол жақта енді ересек адам, ата-ана, бала және де мынау өте бейімделгіш адам секілді қып, ол да әрбір психотипті өзінше сипаттап жазады. Негізінен әрине біз тарихына тоқталсақ, оны тағы да тоқтамай көп айта беруге болады. Дегенмен де келесі сабаққа өтіп, біз тағы да практикалық тәжірибе жүзінде жаттығуларды жасайтын боламыз. Ондай болса, екінші сабақта көріскенше. Өте керемет. Бірінші сабақтың өзінде сіз кішкене өзіңізді танып, ең алғашқы жаттығуды жасадыңыз. Және де психотип туралы кішкене түсінік қалыптасты. Енді ең негізгі сұрақ, мен қай психотипке жатамын, немесе қабілетімді қалай анықтасам болады. Шыны керек, қазірдің өзінде сіз егер Google-ға терсеңіз, тест на психотип личности деген секілді, о жақта өте көп түрлі тесттер бар. Әрине, оның сіз экстравертсіз ба, интровертсіз ба, интуитсіз ба, эмоционалсыз ба, оның барлығын өзіңіз анықтап алсаңыз да болады. Дегенмен, өкінішке орай тесттің көп болғанымен, оның қайсына сенерін ол тағы да бір үлкен мәселе болып кетеді. Сондықтан сіздерге ең мынау Майерс-Бриггс тесті, бұл мынау Юнгтың зерттеулер жұмысында негізделген өте жақсы психотипке арнайтын тест бар. Оны сіздер осы сайт арқылы өтсеңіздер болады. Дәл қазір сіздер міндетті түрде бұл тестті өтіңіздер, себебі бұл Майерс-Бриггс жұмысында бүкіл адамзатты 16 психотипке бөледі. Сіздің қазір нәтижені өтіп болғаннан кейінгі шыққан нәтижемен арғарай сипаттап сіздермен жұмыс жасау үшін, сіздер қазір ерінбей, осы сілтеме арқылы өтіп, бұл тестті аяғына дейін өтіңіз. Өту барысы қандай? Сізде қазір 100 сұрақ болады. Білем, 100 сұрақ ол өте көп, және де өкінішке орай тек қана орыс тілінде, қазақ тілінде әлі бұған ұқсас тесттер өте аз, және де болған жағдайдың өзінде де нәтижені осылай нақты бере алмайды. Сондықтан сіз қазір 100 сұраққа жауап беріңіз. Бұл кем дегенде бір 15-20 минут уақыт алуы мүмкін. Және де әрбір сұраққа жауап берген кезде сізде бір жағында не согласен, бір жағында согласен деген секілді нүктелерден тұратын шкала болады. Соған байланысты сіз нақтырақ жауап беруге тырысыңыз. Ал егер сұрақтың жауабын білмесеңіз, онда ортасында белгілейтін болсаңыз, ол ары қарай келесі сұраққа өтіп кете берсеңіз болады. Ондай болса, мен сіздерді дәл осы тестті өтіп болғанша күте тұрамын. Өте керемет, тестті өттіңіз деген ойдамын. Егер өтпесеңіз, міндетті түрде өтіңіз, себебі өтпей ары қарай сипаттаманы естісеңіз, ол сізге ондай пайдалы болмайды. Ал ондай болса кеттік. Ең алдымен сіздер тест өткеннен кейін сізде белгілі бір психотиптің атауы шықты. Білмеймін, мүмкін сіз консулсыз, менеджер, стратег, помощник деген секілді әртүрлі атаулары бар. Ол атаулары әрбір тестте әртүрлі аталады. Дегенмен ең басты мән беретін зат бұл 4 әріп. Яғни сізде мына жақта ең алғашқы әріп и немесе е болуы мүмкін. Бұл екі әріп нені білдіреді? Мүмкін сіз естіген шығарсыз, интроверт, экстраверт деп айтып жататын сөздерді, терминдерді. Бұл дегеніміз не? Бұл біз алғаш өзіміздің энергиямызды, қоршаған ортаны қабылдау екі түрі болады. Ең бірінші интроверттер, бұл кісілер көбінесе энергияны, уақытын, зейін барлығын өзіне бағыттайтын адамдар. Енді сырттан қарағанда кішкене ол кісілерді тұйық деп атайды. Дегенмен ол адамдар мүлдем тұйық болмауы да мүмкін. Тек қана ол кісілер бүйтіп ашылып сөйлесуі үшін олардың сеніміне ену керек. Яғни белгілі бір өзіңіздің ортадағы сенімді адамдармен ғана ол кісілер ашық сөйлесе алады. Ал экстраверттер болса, бұл адамдардың бүкіл бағыт энергиясы сыртқа бағытталған, сөйлеуге өте жақын келеді, коммуникативті, ортада жүргенді жақсы көреді. Сондай адамдар көбінесе экстраверт болып табылады. Егер сіздер мысал ретінде сұрақ қоятын болсам, мысалы, сіз ауыр жұмыс күнінен кейін сізге екі нұсқа берсе,
біреуі сіз жұмыстан кейін үйге барып өзіңіздің бөлмеңізде өзіңіздің жақсы көретін білмеймін шайыңызды құйып алып ұнайтын киноңызды көріп отырасыз ба, әлде екінші нұсқасы сондай шаршаған жұмыс ауыр күннен кейін керісінше достарыңыздың бәрін шақырып жаңағындай бір жаққа демалуға барып сөйлесіп әңгімелесіп ой бөлісуді таңдайсыз ба? Яғни екеуінің қайсысын таңдайсыз, соған байланысты сіз не интровертсіз немесе экстравертсіз. Ары қарай кететін болсақ, сіздердің нәтижелеріңізде екінші әріп ол S әріпі болуы мүмкін, немесе N әріпі болады. Осы екеуінің біреуі болады. Яғни S дегеніміз бұл сенсорный, және де N бұл былайынша интуит адамдар. Бұл кісілер көбінесе, егер сізде S әріпі болса, бұл сіз ақпаратты фактілермен қабылдайсыз деген сөз. Яғни сізге глобалды үлкен картина емес, сізге нақты ол неден тұрады, қалай тұрады, яғни көбінесе логикалық ойлау қабілеті осы кісілерге тән. Және де әрқашан бұл кісілерге нақты ақпаратпен ғана келуі керек. Ал интуиттарға болса, бұлар керісінше өте нақты фактілерден гөрі бұларға тек қана глобалды картина өте қызықты. Және де кішкене креативке жақын жаңа ойлар, пікір алмасу бұл интуиттерге өте жақын келеді. Бұл тесті өткеннің бір жақсы жері, сіз өзіңіз ақпаратты дұрыс және түсінікті қабылдау үшін осы екі методтың біреуін таңдауыңызға болады. Немесе керісінше, егер сіз өзіңіздің әріптестеріңіздің, немесе басшыңыздың қай психотипке жататын білгеннен кейін, сіз оларға ақпаратты түсінікті жетік жеткізу үшін сіз әртүрлі подход қолдануыңызға болады. Егер ол адам S әрпі E болса, онда ол кісіге сіз нақты фактілермен ғана келуіңіз керек та, N әрпі болса, сіз ол кісіге жалпылама, общее видение дейді ғой, картина, соны айтуыңыз керек. Ары қарай кеттік. Келесі әріп сізде үшінші әріп T әрпі болуы мүмкін, немесе F әрпі болуы мүмкін. Бұл ағылшын тілінен аударғанда thinking және feeling, яғни ойланады және сезеді. Осы екі шкала. Бұл дегеніміз не? Егер сізде Т әріпі тұрса, онда сіз кез келген ақпаратты шешім қабылдар алдында міндетті түрде өте көп ақпарат жинап аласыз. Ал F деген бұл кісілерде интуициясы өте қатты дамып, сезімдерге көбірек сенетін адам. Түсінікті болу үшін қайтадан мысал келтірсем, сіз өзіңіздің жұмыс орныңызды өте қатты жақсы көресіз делік, үйдің жанында әріптестеріңізбен бұрыннан бері біргесіз. Бірақ сіздің сондай мықты маман екенін біле отырып, жаныңыздағы әріптес компания сізді өзіне алып алу үшін мүмкін көбірек жалақы ұсынады, немесе жақсы условия дейді ғой, жақсы мүмкіндіктер ұсынады, сосын сізді шақырады жұмысқа. Енді сіздің екі нұсқа бар, бір адамдар шешім қабылдау үшін ең алдымен бүкіл плюс, минус, бүкіл ақпаратты жинайды. Яғни, мысалы, бұл кісілер өйстіп ойлануы мүмкін. Менің қазіргі жұмыс істеп жатқан жұмысым жақын, онда жақсы. Жаңа жұмыс алысырақ, онда минус, Бірақ әріптестерімен жақсымын, ал ана жақта енді жаңа мүмкіндік бар деген секілді бүкіл ақпаратты жинап алғаннан кейін барып қана шешім қабылдайды. Ал мына кісілер болса, өте қатты дамыған кісілерде, бұл сіздер көбінесе сезіп тұрмын деп айтады ғой адамдар. Менің өзімнің сезімім бойынша мен жаңа жұмыс орнына барғым келеді. Немесе керісінше жоқ, мен жаңа жұмысқа барсам бір жаман сезім болады, мен одан да осы жұмысында қаламын деген секілді. Осы екі қабілет сізде дамыған болады. Енді ең соңғы төртінші әріп, бұл сізде J әріпі немесе P әріпі болуы мүмкін. Бұл енді көбінесе тәуекелді білдіретін адамдар. Яғни G әріпі бұлар кез келген зат шешім қабылдау үшін міндетті түрде логикаға және де ақпараттарға тәуекелге бара бермейтін адамдар. Мысал, қайтадан мен мысал ретінде көбісін айтқанды жақсы көремін, себебі ол миға қонымды және түсінікті болады. Мысал ретінде біз тауға шығайық дейік, G әріпі бар адамдар, бұлар көбінесе қалай істейді?
Так, ауа райын көріп алады, тауға шығу үшін су алады, тамағын алдын ала дайындайды, киімін дұрыстап қояды, тауға баратын жолды зерттейді, ол тауға жеткеннен кейін қалай қайтады, қандай план А, план Б деген секілді, сондай әртүрлі жолдарды қарастырады. Ал П әрпі бар адамдар, олар қандай? Олар көбінесе тәуекелге етіп, ауа райына қарамай тауға шыққысы келсе, шауып кете беретін адамдар. Енді мен сіздерге не үшін бұның барлығын ашып айтып беріп жатырмын? Себебі бұл басында сіздерге қазір кішкене түсініксіздеу, мүмкін жаңа ақпарат болғанымен, егер сіз осы мәселені біліп танып алсаңыз, онда сіз әр ситуацияда өзіңіздің мықты және әлсіз жағыңызға байланысты өзіңізді қалай ұстауыңыз керек, соны біліп алсаңыздар болады. Сонымен қатар, әрине, бұл шкала ретінде ғана болады, яғни сізде ең соңында онсызда тесттің нәтижесі шыққан кезде әрбір заттың өзінің проценті болады. Мысалы, мына жақта 40%, бір жағында 69% деген секілді әртүрлі шкала болады, және де шкала уақытымен өте кішкене өзгереді. Дегенмен де, егер сіз бірнеше рет тестті өтіп, сізде әртүрлі психотип шығып тұрса, онда ол негізінен дұрыс емес, және де сіз мүмкін кейбір нәрселерді дұрыс жауап бермей, мүмкін өзіңіз әлі анықтап алған жоқсыз. Негізінен Майерс-Бриггс бойынша бұл жақта Томас тест психотип ол туа біткен қабілет деп есептейді. Сондықтан негізінде тестке шынайы жауап берген кезде сіздің шыққан нәтижеңіз де сізге көбірек көмектесе алады. Одан басқа, егер Майерс-Бриггс осы тест өткеннен кейін сіз енді мен қандай салаға баруым керек, немесе қандай маған жұмыс жағымды, маған ұқсайды деген секілді сұраққа жауап алғыңыз келсе, ең соңынан сізге белгілі бір 4 әріп шықты делік. Мысал ретінде алсақ, ESFG деген әріп шықса, осы 4 әріпті Google-ға теріп, құр жазуыңызға болады. Осы психотипке сәйкес келетін қызмет түрлері деп жасаңыз, ол сізге қандай мамандықтар жарасады, соның тізімін беретін болады. Енді жалпы Майерс-Бриггс тестісі бойынша мен сіздерге толыққанды айтып бердім. Міндетті түрде тесттің ең соңында да сипаттамасы жазылынады. Ол сипаттамада сіздің мықты әлсіз жақтарыңызда да көп тоқталып айтып кетеді. Сондықтан осы тестті өтсеңіздер, сіз өзіңізді тануға тағы да бір үлкен қадам жасайсыз. Менде 2-ші сабақ осымен болды. Бұйыртса 3-ші сабақта көріскенше. Теориядан қайтадан практика өтейік. Сабақтың тақырыбы икигай. Бұл икигай деген сөз бізге Жапон мемлекетінен келгенімен өте жақсы өзін тануға сәйкес келеді. Себебі икигай дегеніміз бұл өзінің өмірде орын тапқан, өзінің саласын тапқан, өзінің жұмысын сүйіп жақсы көретін адамдардың өзін икигайын тапты деп айтады. Ондай болса, икигай дегеніміз не? Икигай дегеніміз бұл, егер де біз алатын болсақ, 4 шеңбер. Ең біріншіден мен нені жақсы көремін. Жақсы көремін. Екінші шеңбер бұл бізде менің қолымнан келеді. Үшінші шеңбер бұл басқа адамға қажет, адамға қажет. Және ең соңғы 4-ші шеңбер бұл сізге, сіздің қабілетіңіз үшін ақша төлеуге дайын қабілеттер. Осы 4 шеңбер қиылысқан кездегі мынау ортасы, бұл сіздің икигайыңыз болып табылады. Икигай. Әрине, қазір мен сіздерге айтқанда теория жүзінде бұл өте оңай, түсінікті, мен жақсы көретін, қолымнан келетін, қажет және ақша төлейтін тізім деп қарастырып, біз оны икигайды теория жүзінде түсіну ол өте оңай. Бірақтан шындығына келгенде, нәтижесінде, тәжірибе жүзінде бірден икигайыңызды табу ол кішкене қиынға соғуы мүмкін. Бірақтан егер мына жаттығуды қазір беретін жаттығуды жасасаңыздар, онда сіз өзіңіздің икигайыңызға келуге тағы да бір үлкен қадам жасайсыз. Оны қалай жасаймыз? Сіздер ең алдымен ең бірінші шеңбердегі мен нені жақсы көремін деген кез келген іс-әрекеттің барлығын сипаттап жазасыздар. Барлығын міндетті түрде тізім бойынша. Мысалы, бірінші, енді келісетін шығарсыздар, кез келген адам енді музыка тыңдағанды жақсы көрер, Сондықтан, мысалы, мен де жазам, мен музыка тыңдағанды жақсы көремін. Екінші не жақсы көруге болады? Кино, сериал, білмеймін, кино мүмкін көресіздер.
мүмкін мен дәмді тамақ жегенді жақсы көремін, иә. Оның өзінде бір негізінен іске айналдырып алуға болады ғой, бірақтан сіз де өзіңіздің тізіміңізге жазып қойыңыз. Дәмді тағам жасау немесе жеу, иә, кімде қалай. Ары қарай кеттік. Мысалы, фото түсіру дейік, тауға шығу. Және де тура солай сіздер кемінде негізінен 100 пункттен тұратын тізім жасағандарыңыз жөн. Я, білем, басында 100 пункт жазу кішкене қорқынышты және де қиынға соғу мүмкін. Дегенмен сіз кез келген затты жаза беруіңіз керек. Бұл жақта өзіңізді шектемеңіздер. Себебі қандай пункт болмасын, оны міндетті түрде бір іске айналдырып жіберуге болады. Ең басты ол сіз жақсы көретін зат болу керек. Өйткені сіздерде бір жақсы танитын цитатаны білетін шығарсыздар. Егер сіз өзіңіздің жұмысыңызды жақсы көрсеңіз, онда сіз бірде-бір күн жұмыс жасамадым деп есептеңіз, иә. Сондай да мақал бар бізде, сондықтан ерінбей 100 пункттың барлығын жазып шығыңыз. Екінші қадам, сіз өзіңіздің жақсы көретін барлық тізімді жазып болғаннан кейін, енді біз менің қолымнан келетін әрбір тізімнің қасына бір плюс қойып шығасыздар. Мысалы, музыка тыңдау, енді ойлаймын, бұл менің қолымнан нақты келеді, оның жанына плюс қоямыз. Киноны қоям, дәмді тамақ дайындай алам, фото түсіре алам. Енді фото шынымен де әдемі шықса, мысалы, фотоның қасына да плюс қоюыңызға болады, иә. Ал енді мен тауға шыққанды жақсы көремін, бірақтан шыны керек, тауға баратын тәжірибем менің көп болмағандықтан, оның қасына мен мысалы плюс қоймай кетемін. Сөйтіп біз енді менің қолымнан келетін зат 100 тізімнің ішінен оның әр қайсын жана бір плюстен қойып шықтық. Ары қарай, үшінші қадам, біз енді үшінші шеңбермен жұмыс жасаймыз. Яғни басқа адамдарға осы тізімнің ішінен не қажет болуы мүмкін, иә? Мысалы алайық, музыка тыңдау басқа адамға қажет па? Негізінен шыны керек, менің мысалы бір музыканы тыңдап отырған басқа адамға көбінесе керек емес те шығар, иә. Бірақ егер мен әнші болуды, оны профессионалдық тұрғыда кәдімгідей зерттеп, соның салада маман боламын деп есептесем, онда менің музыка тыңдағаным керісінше басқа адамдарға да қажет болуы мүмкін, иә. Өйткені мен мүмкін бір аналитик боламын, немесе бір бағдарлама жүргіземін, иә, ТВ шоуға байланысты. Бірақтан мен ол маған қатты аса керек болмағандықтан мен осы жолда қарастырмаймын. Ары қарай кетті. Кинода да тура солай. Егер мен режиссер болып келіп, осы кино саласында қатты дамығым келсе, ол негізінен басқа адамдарға қажет болуы мүмкін, иә. Өйткені мен барлық киноларды қарап шығудың арқасында мен бір-бірін салыстырып, видео қалай түсірілді, режиссурасын, монтажын барлығын қарап, ол басқа адамға мысалы қажет болуы мүмкін, және оны кейін біз ақша табатындай жолдарын қарастыруымызға болады. Бірақ мен де бұл салада ондай өзімді қатты көрмегендіктен мен оның қасына плюс қоймаймын. Дәмді тағам басқа адамға қажет па? Менің ойымша қажет. Ең алдымен мысалы жолдасыңыз үшін, егер әйел адам болсаңыз, дәмді тамақ дайындайсыз, жанұяңызға дәмді тамақ дайындайсыз. Яғни басқа адамға қажет болса, қасына тағы да бір плюс қоямын. Фото түсірген. Менің ойымша басқа адамдарға қажет, себебі қазір әлеуметтік желі қатты дамып келе жатқан заманда әдемі фотоның болуы бұл осы бренд қалыптасуының бір жолы болып табылады. Сондықтан мысалы мен фотоның қасына да плюс қоямын да, и тура солай тізімнің соңына дейін әрбір адамға қажет ау деген әрекеттің қасына бір плюстен қойып шығамын. Ары қарай кеттік. Енді бізде қарап отырсаңыздар, тек қана 2 плюсы бар жағдайларды қарастырамыз. Ал ең соңғы біздің қадам бұл енді осы ақша, яғни осы іс әрекеттің монетизациясы, яғни икигай табу үшін біз өзіміздің ісімізден тағы да ақша табуымыз керек. Ондай болса не болуы мүмкін? 2 плюстан қалған дәмді тағам. Дәмді тағам егер мен дайындасам, мен одан ақша табатын жолдар бар ма? Әрине бар, қасына плюс қоямда қандай жолдар бар? Мысалы мен ең қарапайым аспаз болуы мүмкін, повар болуы мүмкін, немесе өзінің кафе, ресторан ашуға болады, Мысалы, үшіншісі, қазір декретте отырса, көбінесе торт пісіреді, Осының әр қайсын мен кейін ақша табатындай жолдарын қарастыруыма болады. Ары қарай кеттік. Тағы да қандай 2 плюсы бар жол бар? Мысалы, фотоға түсіру, Фото түсіру менің қолымнан келіп, адамға қажет және ақша табу жолдары, әрине, бұл ең алдымен фотограф болу, Немесе фотостудия жасауға болады, фотокурс ашуға болады, яғни оның да жолдары өте көп.
Енді бізде не қалды? Қарап отырсаңыздар, сонау 100 тізімнің ішінен сізде бір ең қатты 3 плюсы бар. Сіздерде бір 5-6 ең маңызды іс-әрекеттер қалуы мүмкін. Енді осы 5 әрекеттің ішінен сіз сізге қай салада көбірек өзіңізді көргіңіз келеді, содан бірінші бастап, осы іс икигай сіздікі ма, сіздікі емес па, соны тексеріп алуға болады. Негізден қарап отырсаңыздар, басында бұның барлығы айтылуы, жасаймын-ау деген секілді оңай көрінгенімен, бұл жаттығуға міндетті түрде мән беріңіз. Себебі сіздің 100 пункттен тұратын жақсы көретін істеріңізден тек қана 5-ін ғана таңдап алу, бұл кәдімгідей үлкен зерттеу және де зейінді талап ететін жаттығулардың бірі. Сондықтан міндетті түрде жасаңыздар, және де әрқайсымен ары қарай қалай жұмыс істеп, және де бұл менікі ма, менікі емес па екенін білу үшін келесі сабақта сіздерге айтатын боламын. Соңғы сабаққа да қош келдіңіз. Бұл қорытынды сабақ, курс барысында қамтылмай қалған сұраққа жауап беремін. Одан басқа ең алғашқы сабақтан бастап біз өзіміздің кішкене қабілетімізді анықтадық, сосын екінші сабақта психотипімізді анықтадық, мықты әлсіз жағымызды білдік, икигайымызды білу мақсатында қандай бізге іс-әрекет, қандай жұмыс бізге ұнайды, біз оны қайсын жақсы көреміз, соны анықтадық, қай салаға баруымыз керек, оны да анықтадық. Енді ең басты сұрақтардың бірі, өте жиі келетін сұрақтардың бірі, мінекей мен өзімнің енді психотип барлығын білемін, енді ары қарай не істеймін? Бұл менікі ма, менікі емес екенін қайдан білейін? Неге мен мінекей жақсы көретін жұмысымен айналсам, бірақтан нәтиже шықпай жатыр деген секілді де маған сұрақтар өте көп жиі келуде. Бұл сұрақтың жауабы канадтық журналист, жазушы, үлкен ғылыми тәжірибелік жұмыс жасаған Малкольм Голдуэлл деген кісі бар. Бұл кісінің кітабында «Гений и аутсайдеры, почему всем всем, а другим ничего» деген кітабында да өте жақсы ашып айтады. Бұл 10 000 сағат ережесі. Яғни, бұл кісі зерттеу барысында, егер сен бір саланың шебері атанып, мен сол саланың мастерімін деп атану үшін, белгілі бір салаға сен кемінде 10 000 сағат жұмыс жасау керексің деген тұжырымдама, сонда теория, аксиома бар. Әрине, бұнымен қазір көбісі келіспейде жатады, себебі айтады, кейбір адамдар ол туа біткен талант болады, қабілет болады деп, Бірақтан сіз қаншама өзіңізде мысалдар білесіз. Кейбір адамдар туа біткен қабілеті болса да, оны машықтандырып, шынықтырмағаның кесірінен, мысалы, жарты жолда қалып қойып, өзінің атын шығарамай, нәтиже көрсете алмай жатады, А керісінше түк таланты болмай, дегенмен шыдамдылықтың, тәжірибенің көп жинағанның арқасында өте жақсы нәтижелер көрсетіп жатады. Осы жайлы енді 10 000 сағатта бұл кітапты толық ашып айтылған. Сіздерге бұл кітапты оқуға ұсыныс беремін. Дегенмен сіз егер бір саланы енді бастап жатсаңыз, әрине қазір 10 000 сағат деген ол бірнеше жыл уақыт талап ететін дүние ғой. Дегенмен егер сіз осылан 10 000, яғни 4-5 жыл, мысалы, фотомен айналып жатқан адам мен енді тәжірибе жинап жатқан адам арасында да қалай болса да айырмашылық болады, Сондықтан, егер сіз бірден нәтиже көрсете алмай жатсаңыз, мүмкін ол тек қана тәжірибенің жетіспеушілігінен. Сондықтан, бір істі бастап, аяғына дейін жеткізбей жоқ, бұл менікі емес деп тастап кету де ол дұрыс емес. Өзіңізді көру, тексеру мақсатында кем дегенде ол салада сіз бірнеше уақыт, бірнеше ай, бірнеше жыл жұмыс жасап, өзіңізді көруіңіз керек. Енді жалпы 10 000 сағатты сіздер міндетті түрде біліңіздер. Бұл кез келген салада, мастер атануда өзінің рөлін атқарады. Одан басқа енді қандай да бір сұрақтарыңыз пайда болып жатса, осы платформада, осы сабақтың астында пікір қалдырып кететін бөлім бар. Сол пікір бөлімінде өзіңіздің сұрақтарыңызды қалдырып кететін болсаңыздар, мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Ал ондай болса, өзін тану курсы осымен аяқталды. Аяғына дейін менімен бірге болып, өзін тану саласында, яғни әрбір адам өзін таныса, бұл өте керемет болады. Себебі әрбір адам өзінің нағыз сүйікті, жақсы көретін жұмысын жасаған кезде, біз әрқайсымыз өте үлкен нәтижелер көрсетіп, жақсы орындарды иемденетін боламыз. Ондай болса, келесі басқа да сабақтарда көріскенше сау болыңыздар.